Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тарауы тағам және сусын. Сабақтың тақырыбы таңертең. Сабағымыздың мақсаты таныс сөздерді оқу процесі барысында тиімді пайдаланып, ауызекі сөйлеуді қалыптастыру. Тыңдаған мәтін мазмұны бойынша мұғалімнің көмегімен сұрақтарға жауап беру. Сәйкес келетін иллюстрация, яғни суреттер, сызбалар таңдау. Балалар, біз сабағымызды бастамас бұрын жаңа сөздермен танысып алайық. Таңертең, утром, ішемін, пью, жеймін, ем, кушаю. Балалар, сендер таңертең тұрған кезде не істейсің? Сұрақтарға жауап берейік. Мен жаттығу жасаймын. Мен жуынамын. Мен тамақ ішемін. Мен мектепке барамын. Балалар, енді таңертеңгілік астың түрлерімен танысайық. Мынау ботқа, это каша. Мынау нан, это хлеб. Мынау шырын, это сок. Мынау сүт, это молоко. Келесі тапсырмамыз: тыңдаймыз және қайталаймыз. Мен таңертең сүт ішемін. Мен таңертең шырын ішемін. Мен таңертең нан жеймін. Мен таңертең ботқа жеймін. Балалар, тыңдаймыз, қайталаймыз. Және ішемін және жеймін деген сөздерді орынды қолданып, сөйлемді толықтырып айтамыз. Мен таңертең сүт. Өте жақсы. Мен таңертең сүт ішемін. Мен таңертең нан. Өте дұрыс. Мен таңертең нан жеймін. Мен таңертең шырын. Жарайсың. Мен таңертең шырын ішемін. Мен таңертең ботқа. Тамаша. Мен таңертең ботқа жеймін. Балалар, үйге тапсырма.